ағайын, эфирде Сара сөз. Бүгінгі қонағымыз актер, мәдениет қайраткері, құрмет орденінің ерен еңбегі үшін төсбелгісінің иегері Бейбіт Шәнім. Қош келдіңіз. Рахмет. Сіз мынау жуырда асқаралы 60 жасқа толдыңыз. Мерейтойыңыз құтты болсын. 60 деген биіктен төменге қарағанда не көресіз? Артқа қарай көз салып қарайтын болсаң, біраз дүниелерді атқарған сияқты болып көрінесің. Бірақ соның өзінде де әлі де бірдеме жетіспейтін сияқты ма, сондай болып тұрады. Қатарын сиреп бара жатқан сияқты болып көрінеді. Бұрын енді мына алдымызда жүрген үлкен ағаларымызға қарап өзімізді жас санап жүретін болсақ, қазір енді осы театрдың ішіндегі жаңа үлкені, ақсақалы сияқты болып қалдық. 60 деген талтыс деп айтуға болатын шығар. Енді бүйтіп қарайтын болсам, әлі де 59-дағы сияқтымын, бірақ 60 деп енді 61-ге қарай қадам басып жатырмыз. Ортамыздағы біраз ағаларымыз қазір жоқ. Ол кісілер бар да, о аға сіз ғой, осы ортамыздағы үлкені сіз, жаңағы бір отырыс бірден болып қалып жатса бата беріңіз деп, жаңағы сол кісілерді салып қоятынбыз. Қазір жастар біздерге қарайды. Сол енді дейтін, артыңа жоғарыдан қарайтын болсаң, сондай бір жүгі бар, жауапкершілігі бар дүние екен. Жақсы, енді аға мынау сіз Бейбіт Шәнім деп айтса, көрерменнің, театр сүйер көрерменнің көз алдына Король Лир, Бұхар жырау, Естай, Бекежан сияқты сом тұлғалар елестейді деп ойлаймын, өйткені дәл осы сом тұлғаларды сахналаған сізсіз. Тіпті мынау Король Лирді ойнаған кезде, бұл енді моноспектакль жаңағы жалына қол тигізбейтін тарпаң жанр деп жатады, ауыр жанр деп жатады. Сол Король Лирді ойнадыңыз. Тіпті бұл туындыны қазақшалаған Әбіш Кекілбаевтың өзі жоғары баға берген екен. Тіпті Әзірбайжан Мәмбетов сізді Әнуар Молдабековке ұқсатып осы рөлде кейінгі жылдары көрген спектакльдерімнің ішіндегі ойлы спектакль, ойлы актер осы болды деп сізге жоғары баға берген екен. Бұл Король Лирді ойнау сізге қаншалықты қиын болды, немесе оңай болды ма? Жалпы рөлге қалай дайындаласыз? Енді талай спектакльдер қойылды ғой, жаңағы дейтін. Күзеуде спектакль қойды, одан кейін жаңағы Заман ақыр дейтін спектакль қойылды. Заман ақырды ойнағанда мен 29 жаста екенмін. Ол мезгілде 64 жастағы шалдың рөлі. Енді оны шалды қалай ойнау керек? Оның жүріс-тұрысы, сөйлеуі, манерасы, көзқарасы қалай болады? Олардың бәрін мысалға мынау енді рөлге дайындалғанда көшеде жүрсең, транспорттың, автобустың или трамвайдың біреуінің арасында келе жатқанында үлкен кісілерді қарап отырасың. Олардың сөйлеген сөздерін. Сосын мен енді жаңағы үлкен кісілермен араласасың, той-томалаққа барасың, үлкен кісілерді қарап отырасың, олардың жүрген жүрістері, сөйлеуі, жаңағы солардың бәрін зерттеп алып келіп, ішіндегі керекті дүниелерді рөлге алып келесің. Сондаймен басталады енді. Дәл осы сөзді осыдан 20 жыл бұрын мен бірінші курс оқимын, студенттермен кездескенде айтқан болатынсыз. Мен рөлге дайындалғанда осылай автобуста келе жатып, трамвайда келе жатып, адамдарға қарап, көздеріне қараймын деп айтқан болатынсыз. Актерлардың бәрінің жаңағы дейтін мынау, ол зерттеу керек, рөлін зерттеу керек. Қай уақытта болып жатқан дүние, қай ортада, жаңағы солардың бәрін зерттеп, содан кейін барып жаңағы сахнаға шығасың. Сахнаға шыққаннан кейін сенің жүріс-тұрысың, мизансцена дейді, құрылатын. Мысалға бір сөзді осы жерде отырып айтатын болсаң, екіншісінде жаңағы оның бір қызуқандылық жаңағы әрекетін көрсететін мезгілде орнынан тұрып басқа жерге кетіп қалуы, олардың бәрін енді режиссер былай жалпылама спектакльді көріп, соған дейтін бағыттап жаңағы нелерін қойылады. Мына Король Лир бұл 2000 жылы бастадық біздер. Сосын арасында спектакльдер жүріп жатты. Оған жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Мұхтархан ағамыз екеумізді салды. Одан кейін сол
Мұхтархан ағаның енді ол кісі дейтін денелі жаңағы сахнада бір жағына фактура да керек. Сенің бет әлпетің, жаңағы дене бітімің, ол да бір жағына рөл ойнайды. Содан кейін маған бергенде мен ойладым, менен корольдер шықпайтын шығар. Сосын тағы біраз адамдардың айтқаны бар, мүмкін ол шықпайды деген сияқты қалап енді. Бірақ режиссер сол маған күш салды. Содан 2001 жылы 19 февральда премьерасы болды ол спектакльдің. Оған енді Астанадан халық қаһарманы, КСРО халық әртісі Әзірбайжан ағамыз шақырыпты. Сонда енді жаңа Әзірбайжан ағамыздың өзі айтатын көрінеді. Қаншама халық әртісін, қаншама Қазақстанның халық әртісін, еңбек сіңірген әртістерді ол кісі әуезов театрында тәрбиелеп шығарды. Сонда менің арманым ғой король лирді қою. Бірақ мен актер таппадым деп айтады. Мен соған әлі күнге дейін таң қаламда. Сол Ерсайын ағаның көрегендігі шығар. Король лирді берді, Бұқар жырауды берді. Сіз Абылай ханның ақырғы күндері деген спектакльде Бұқар жыраудың рөлін сомдадыңыз. Бұл Бұқар жырау біз үшін, біздің қазақ тарихы үшін үлкен рөл атқарған, көмекей әулие атанған, жеті ханға ақылшы болған тұлға. Бұл рөлді сомдау сізге қалай болды және қалай дайындалдыңыз дәл осы рөлді алып шығу үшін? Соңғы күні қалып жатқан адамды жаңа мысалға сөйлету керек. Бұның арманы не? Абылайдың арманы қандай? Соны айтқызу керек те Абылайға. Сондықтан жаңа отырып алып, ойнап күліп отырып, кейбір жерін жаңа кекетіп отырып ана Абылайды. Кейбір рөлдерде сөз ойнайды. Ол кісінің сөзі мірдің оғындай. Мірдің оғындай сол сөзді айта білу керек. Мысалға өзіңдікі сияқты. Ана партнерыңа сенің дейтін жаңа көзқарасың қандай, неге олай айтып отырсын. Бір жерінде айтатын бар, өзің қонған Көкшетау кәпір қаласы салып ойла дейді. Сол ойла деген сөзбенен жаңағы мынандай ақ өлеңмен жазылған дүние айтылу керек. Соны біреуінде ойла, жаңағы бұйрық ретінде жаңағы дауыстың екпініменен жеткізіп отыру керек. Сондайларды енді жаңағы... Және сіздің Бұқар жырауды ойнағанда және король лирді ойнағанда менің бір көрген деталім, сіздің көзіңіз сахнадан от шашып тұрады. Және бір өте қатал адамның келбетін көрген сияқты боламыз осы екі рөлде. Енді ол рөліңнің өзі характері со жағына келгеннен кейін оған сондай жаңағы образды жаңағы дейтін іздену керек. Онсыз ол қатал рөлдерді мәймен келіп жаңағы бүйтіп нетіп тұратын соң ол халық сенбейді. Дәл осы көзқарасты іздейсіз ба сонда сіз? Енді ол мезгілде енді мысалы айнаға қарап тұрып іздейсіз ба? Жоқ, айнаға қарап тұрып мен енді іздеп көрген емеспін, бірақ бір қараған мезгілде мысалға бүйтіп шатынап қарайтын болсаң, жаңа бір жерінде ойға кетесің, ойлайсың, жаңа мұңданасың, оның бәрін жаңа мысалға сахна айна. Мысалға біз айнаға қараймыз да өзімізді көреміз ғой. Ал отырған біздің көрермендер сахнада болып жатқан дүниені өздерін көреді. Өздерін. Мысалға талай спектакльдер болып жатыр ғой. Комедиясы болып жатады, жаңағы дейтін. Трагедия болып жатады, драма болып жатады. Онда адам өзінің басынан өткен дүниені ана жерден көреді. Ғалым Жайлыбай ағамыз айтқандай, Бұхары болмаған қоғамның Абылайы да болмайды деген. Сіздің ойыңызша, бүгінгі біздің қоғамда Бұхар жырау бар ма? Бүгінгі қоғамның бұхарлары қазір мен көрмеймін. Кезінде осы біз егемендік алғаннан кейін жаңа біраз ағаларымыз болған. Шырқырап тұрып шындықты айтқан кездері болды. Шерхан Мұртаза, Мұхтар Шаханов осы шырылдап тұрып жаңағы дейтін айтып жатыр. Анау 86 жылғы жағдайдан кейін
кезінде Шынболат дейтін ақын болды мына Жезқазған облысында. Соның шындық туралы толғауы бар. Сол мезгілде ол кісі жаңағы дейтін мына тіліңнен айырылсаң ертеңгі күні не боласың деп толғауменен жырлаған кездері болды. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз желтоқсан оқиғасы жайлы. Дәл осы 86 жылғы елге азаттық сұраған ұл-қыздардың ортасында да өзіңіз болған екенсіз, желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтың бірісіз. Сол кезеңді еске алсаңыз. Енді о мезгілде біз студенттерміз, соншалықты жаңағы мына үкіметке қарсы шығып, біреудің басын жарып бірдеңе істейді деген ойымызда болған жоқ. Біздің ойымыз, мақсатымыз елімізді басқарып отырған азаматымыз 17 минуттың ішінде жиналыс жасап, орнынан алып тастап, орнына басқа адамды әкеліп қойғандығы. О мезгілде бейбіт шеруге шыққан халықты жаңағы басып, жаншып, солдаттар әкеліп, жан-жағын қоршап, ешкімді ешқайда шығармай, бір мезгілде әкеліп пожарный, жаңағы өрт сөндіру машинасымен әкеліп, суды құйып, шашып. Соның ортасында бәрін көзімізбен көрдік. Мысалы, 4 қатар жаңағы мынау милицияларды қойып қойды. Оның ар жағында тағы 2-3 қатар щит, дубинка, каска киген солдаттар тұрды. Сол мирный тұрған, бейбіт тұрған шеруді. Бірақ енді оның арасында мысалға мынау арандатушылар. Солардың ықпалына есіп кеткендері болды. Есіп кеткенде де мысалға біздер тұрдық, біреулер тұрады, енді алаң дейтін үлкен ғой. Мына алдында тұрады, айқайды салады, алға қарай жүріңдер, жаңағы басамыз, құртамыз, жаншимыз, анау мынау дегендей. Ана жақта тұрған адамдар естіп жатқан жоқ, оны не айтып жатқан. Қасында тұрған біз ғана естиміз. Бірақ енді аналарға қайырлы бірдеме айту үшін, талпаның ішінде топтың арасында тұрғаннан кейін сенің даусың бәрібір жетпейді оларға. Ана топ келетті, ығыстырып, лекпенен итерген мезгілде жаңағы қысылып, жаншылып, қыз балдарымыз әсіресе талып қалып жатқан кездері болды. Олардың бәрін мысалға көтеріп алып ан жаққа жібересің. Беттерін қармен жуу болады да қайтадан алға ұмтылады бар ғой. Сол мезгілде сондай біздің қазақтың қыздарының өжеттігін, батырлығын сол мезгілдерде көргенбіз. Сіз ол кезде нешінші курстасыз? Мен онда театральный институтта 3-ші курста оқып жүрдім. Содан кейін сол енді тұрғанбыз бір мезгілде солдаттарды қойып жүрді. Ұрып соғу үшін. Сол мезгілде келіп ұрды. Әйтеуір бір қыз баланы құтқарғаным бар, андай жерде тұр екен, мынандай жерде. Үстінде қызыл курткасы бар, сол қызыл курткадан ғана жаңағы дейтін есімде қалып қойды. Жап-жас қыз, 17-18 жаста ма, құдай білсін, жап-жас. Тұр, ек қолын қалдырса болған, ешқандай ойында ештеңе жоқ. Барып ұстадында сүйреп, былай қарай талпаның ішіне қарай жүгірдік. Сол мезгілде келе жатқан солдаттар жаңағы ұрған, ұрып, құлатып, осындай жерде тұрған адамды құтқара алмайсың. Қасында тұрған адам. Ұстап алды ма, құтқара алмайсың. Алып кетеді. Ана жерде дейтін не тұр? Будка машина тұр. Жан-жағын солдаттар итпенен қоршап тұр. Апарып көз алдында қардың үстіне отырғызып қойып, тиеп алып кетті. Оны өз көзімізбен көргенбіз. Осындай жағдайлар болды. Сол мезгілде ұрғанда осы бастан таяқ жедік. Қап-қараңғы болып ештеңе көрінбей қалды. Содан кейін барып сол су шашуы, етуі бәрі басталды ғой. Енді жаңағыдай арандатушылық болып, халық ашынып кеткеннен кейін жасыратын жоқ, саған да жан керек. Ана қарама-қарсы тұрған үйлердің жақтауындағы мұрамырларды, мынандай нелерді жұлып алып жерге сындырып, саға келе жатқан солдаттарды аяқтан, төменгі жақтан тас кесекпенен ұрып отырғызып тастаған. Алды былайынан жауып алды, үстіндегі түгелмен шитпен жауып тастаған. Содан бір мезде артқа қарай кетті, содан кейін су шашу бастады. Сосын арғай тергеу кетті. Сіз алындыңыз ба тергеуге? Біз 7 ай тергеуде жүрдік.
сол 17-сі күні 16-сы күні мысалға жаңағыдай ұйымдастырып біздің театральный институттың 5 жігіті, оның ішінде Құрманғазы Айтмұрзаев бар, Бақытбек Иманқожаев, Үсіпхан Сейтімбеков, содан кейін тағы художниктардан 2 жігіт. Сосын Аманбай Канетов дейтін, ол да театральный институттың бір художник, 5-еуі кешкісін сол жаңағы әрбір институттарға барып осылай шығамыз деп. Осы 5-еуінің соты біткенше енді одан басқа да балдар мысалға дейтін ұсталып, жаңа басқа институттың балдары ұсталып жатыр. Сені алып барады, мына жігітті көрдің бе мысалға деген сияқты әлгі беттестіруге апарып жатады. Көрмеген адамды көрмедім дейсің. Қасындағы жүрген жігіттер, сен неге олармен бірге, мысалға Бақытбекпенен мен бір комнатада тұрдым. Мен, Бақытбек, Доскен, Сейдуалы деген жігіт. Біз 4-еуміз бір театральный институтта, актер музыкальный комедияда бір бөлмеде тұрдық 4-еуміз. Оны білмей қалдым. Бақытбектің кеткенін білмей қалдым да мен. Тергеудің кезінде жаңағылардың бәрі сұрақтары қойылады, анаусын етіледі, соның бәрі деді, солай. Оқудан шығып қалудың қаупі ондай? Ондайлар да болды, ол мезгілде енді кішкене жаңағы институттың үлкен профессор ағаларымыз қорғап алып қалған балдар болды. Біздің мысалға алаңға шыққандағы бүткіл іс қимылымыздың бәрін қалай түсіргенін білмеймін, фотомызға дейін жаңағы бәрі сонда көз алдарында. Мынандай бір үлкен фотоны, 3 жігіттің фотосын алдыма тастай салып, бірінші күн тергеу басталғанда. Мен, сосын Талдықорған театрында істейтін Сағындық Жұмаділов дейтін жігіт бар, сосын өзімізде болған Дінмұхамед Ябай. Осы үшеуміздің көшеде келе жатқанымыз, бір-бірімізді қолтықтап алғанбыз, өлең айтып келе жатырмыз. Енді ол мезгілде менің Қазақстан көшеде жүріп келе жатып, сол бүткіл талпа айтып келе жатыр. Соның ішінде сендер үшеуің бері қараңдар, біз сендер фотоға түсіреміз қазір деген сияқты. Үшеуміздің басымыз былай бұрылған, аузымыз ашық, жаңағы дейді. Мынандай жерден түсіріп алып, апан, мынау енді Доскен екеумізді ұстап отыр ғой. Бірінші күн тексеріп, 19 желтоқсанда ұстады. Кім болсын, мынау мен, мына жігіт. Ортада айтпаймыз өзімізше, соны таппайтын адам десем. Білмей әйтеуір, сол талпаның ішінде жүрген бір қазақтың балалары ғой деп қоямыз өзімізше. Оны да тауып алды, театральный институт екен. Болған жағдайды айттық. Сонымен солай 7 ай жүрдік. Бақытбек, Құрманғазы, Үсіпхан үшеуіне 4 жылдан берді. Ана Аманбайға условный берді 4 жыл. Сөзін художникке. Негізі енді осы оқиғаның басы қасында болған, осындай езгіні, осындай қатыгездікті көзіңізбен көрген. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл оқиғаның саяси бағасы берілді ме? Әлі берілген жоқ. Ол мына біздің егемендік алуымыздың бастамасы деп білемін. Жаңа айтып өттік, көптеген басты рөлдерді, ұлы тұлғаларды сомдадыңыз. Бірақ өзіңіз бас тартқан рөлдер болды ма? Ойнағыңыз келмеген? Білмеймін, осы рөлден бас тартып көрмеппін бар. Білмеймін, әйтеуір режиссер береді. Сіз орындайсыз? Мен орындаймын. Оның ішінде енді мүмкін дұрыс шықпай қалып жатқандар да бар шығар. Ол бәрі осы дейтін керемет идеальный болып шығып. Қанша дегенменен болмайды. Бірақ тырысасың. Болмай жатқан жерлерде болады, оны өзіңде сезесің. Іштей сезесің, әттең-ай. Бірақ келесі бір ойнағаныңда оны болдырмауға, жаңағы сөз жерін халыққа кәдімгідей жеткізуге тырысу керек. Енді сіздің бойыңыздағы өнер бұл тектен-текке келмеген, ар жағында текте бар дүние шығар деп ойлаймын. Өзіңіздің әке-шешеңіз, өскен ортаңыз туралы айтсаңыз, және сіз мына батыс жақтың түлегісіз, иә? Иә. Мен Орал облысының Қаратөбе деген ауданы бар. Соның бір совхозының отделениесінің баласы. Әкем өмір бойы мал баққан, қойшы болды, шопан болды. Өзім школ-интернатта
бірінші класстан 10 классқа дейін сол школа интернатта ғана жатып оқыдым. Біз жас кезімізде, кішкентай бала кезімізде телевизор біздерде болған жоқ ауылда. Енді ауылдың бір адамдары болады, баян тартады, домбыра тартады. Сол біздің бір тәрбиешіміз домбыра тартады. Ауылдың жігіті ғой. Содан кейін жаңағы домбыра үйретеді. Бір балаға домбыра үйретті. Содан жаңағы домбыра тартуға қысығасын. Анау жалғыз өзі тартады, домбырасын ешкімге бермейді. Енді жоқ нәрсеге адам өзі бір құмар болып тұрады. Ана көріп тұрсың, бірақ нете алмайсың. Бермегеннен кейін соған деген ынтызарың артып тұрады да. Сол ана бала тартады да, өзі дейтін, сосын ойынға шығып кеткенде ананы аңдып жүретім. Аңдып жүремізде, ойынға шығып кеткенімізде жүгіріп келіп, домбыраны аласында бүйтіп отырып алып, бір қолменен шертіп, саған домбыраны үйренді. Анам өлең жақсы айтады. Өлең айтқанда, осы мына Бибігүл апамыздың, Роза Бағланова апамыздың айтқан әндерін жатқа біледі. Халық әндерін, сол өзі дейтін мысалға, сүт айыратын машина болады, қол машина дейді. Сонымен отырады да, дейтін өлеңін айтып отырады. Сонда біз енді кішкентай бала қасында отырасың, кейде ұйықтап қаласың, сондайларды естіп өстім енді. Сосын радиосы болды бір, соны қойып қояды да, әрқашанда сол Шалқар радиосынан музыка тыңдап отыратын. Солардың айтқан әндерін тыңдап өстік. Оқуға түсіп кеттік қой, 79 жылы 10-шы сыныпты бітіргеннен кейін. Солай басталды енді өмір жол дейтін. Одан мен сол 79 жылы Абай опера балет театрының жанында 2 жылдық вокалдық хор студиясы дейді. Сода оқыдым. Соны оқып, 2 жыл оқып бітіргеннен кейін сол оперный театрға, хорға жұмысқа алды. Біздің курстан сол студияны бітіретін 5 жігіт алып қалды. 5-еуміз жұмыс істедік. Сосын сол күзінде мен армияға кеттім, әскер қатарына. Содан келгеннен кейін театральный университетке 83-те келдім, 84-тің жазында театральный университетке. Біраз есейіп барып театральный университетке. Енді 22 жасында барып түстім. 5 жыл оқыдық, о мезгілде актер, біздің мамандық 5 жыл оқитын. Одан кейін келіп, біздің өнердің қара шаңырағы қазақ музыкалық драма театрының іргетасын қаладыңыздар. Жалпы өзіңіздің еліме барсам деген ой болған жоқ па? Және сағынбайсыз ба еліңізді? Жоқ, елді ол адамның туып өскен жері ол әрқашанда ұмытылмайды, ыстық болады. Мына Кереку жеріне қазір енді біз осы жердің адамы сияқты болып кетті. Неге десеңіз, 30 жылдан асып кетті, осы жақта тұрып жатқаным. Барып тұрасыз ба олға? Жоқ, барып тұрам онымен дейтін. Елге барам, құрдастарым бар, класстастарым, сыныптастарым. Қазірде хабарласып тұрамыз. Қазір енді осы басында айттым, бізбен келген жігіттердің көбі кетті. Бұнда мен Жұмахан бұрынғы осы театр басталғаннан келе жатқан екеуміз ғана қалдық. Ақсақалы екеуміз, Жұмаханда міне енді 60-қа келеді. Одан кейінгі сол Талжыбек апаларын, Дина апаларын, Гүлжанат, Қарлығаш, Бақаргүл, ол Бақаргүл ол ең бірінші келген Құрманғазы екеуі. Олардың орны бөлек болды. Қалғандары жастар. Жастар жыл сайын келеді. Анау 2002-2003 жылдардан бастап біздерге келіп кеткен жастардың өзі бір театрдың құрамы. Өнерлі жастар келіп, қызмет атқарып, тағы да бүйтіп келе жатқанда біреу кетіп қалса,
қойылып жатқан қойылымның иә үзіліп қалады мағынасы кетіп қалады. Оның орнына актер саласын, талантты, бірақ ана бұрынғы ойнаған актер ол бөлекте, мынау келіп кіреді жастарды, вод дейді біздерде, водқа кіргізеді жаңағы жедел түрде сол рөлге салу. Ол бір жағынан келеді, қойылымның көркемдік жағы қанша дегенменен бір кішкене ақсайтын кезде. Негізі режиссерлыққа қадам басу ойыңызда жоқ па? Жоқ, енді режиссер дегенмен осыған қыр-сырын әбден меңгерген. Білемін ғой, мен 1-2 спектакль қойдым бұл театрда. Қарагөзділерді келіншек дейтін. Бір спектакль қойдым, 4 адам ойнайды. Содан кейін Аршын Маллан спектаклін қайтадан жаңартып, басынан етіп, халыққа ұсындым. Дегенмен де театрда сіздер сияқты сол басында 90-шы жылы келген театрдың алғаш іргетасын қалаған актерлар сияқты тұрақты түрде табандап осы театрға қызмет еткен буын болған жоқ, одан кейін? Буын болған жоқ. Келеді. Енді неге байланысты? Материалдық тұрғыға байланысты? Ол жаңағы мынау баспана. Жастар қалғысы келеді, бірақ оларда тұратын баспана жоқ. Енді өз үйім өлең төсегім дегендей, жаңа келгеніңде өз үйің болатын болса, не десің ғой, оларды общий тектес жаңағы дейтін бір 3 бөлмелі квартираны снимать етеді, сол жерге дейтін бір бөлмесіне ұлдар, бір бөлмесіне қыздар, тағы бір бөлмесіне сөйтіп бәрін бір жерге опыр-топыр қылып қояды. Қанша дегенменен әр адам өзінше жаңағы дейтін бір кішкене еркіндік демалу деген сияқты сезгісі келеді ғой. Мына жерде мысалға дейтін бір бөлмеде қыздар тұр, екінші бөлмеде ұлдар тұр, одан дейтін қандай еркіндік болады мысалға. Ол да болмайды. Сонымен кетіп қалады басшымыз Арман Темірбек. Ол барып біздерге осындай жағдайымыз осындай деп жаңа дейтін театрдың жағдайын айтқан екен. Депутаттар, әкімнің орынбасары, мәжіліс төрағасы бәрі келіп біздің жағдаймен танысты. Енді айтқан дүниелері олар қолымыздан келгенше көмек жасаймыз. Біздерге енді жаңағы осы баспана келіп жатқан жастарға. Баспана болатын болса, онда тұрақтылық болады. О мезгілде қойылып жатқан спектакльда ғұмыр ұзақ болады. Сіздің жарыңыз Дина апайымыз да, Дина Құспан апайымыз да актриса. Бірге қызмет етіп жатсыздар, бір театрда қанша жылдан бері. Жалпы екі өнер адамының бір отбасында тоғысуы оңай ма, қиын ба? Жоқ, ол бір жағынан жақсы дүние негізі дейтін. Біріңнің жетіспей жатқан жеріңді бірің көріп, айтып жүресің. Мен сахнада ойнап жатсам, мына жағынан залда отырып, кейде көріп отырады да. Сырт көзге сенің істеп жатқан дүниенің бәрі көрініп тұрады. Сен сахнада осы керемет қылып қатырып жасап жатырмын дейсің. Ол дұрыс істеп жатпаған шығарсың. Сондайды сыртынан қарап отырған мезгілде, үйге барғанымыз. Ана жерінде дейтін былайлау болып кетті, мынау былай болып кетті. Бір-бірімізге мысалға дейтін. Жер жетіспей жатады. Соны сын емес. Сол жеріңді басқаша көрсең, жұмсақтау сөйлеу. Кәсіби кеңес бір-бірлеріңізге. Ол жаңа бірімізбен біріміз жаңа нетіп отырамыз, ақылдасып, айтып отырамыз. Жақсы, рахмет. Бүгін біздің хабарымызға келіп, тұшымды, мағыналы, мәнді әңгіме айтқаныңызға өнеріңіз өрлей берсін. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.